Баршаңызға сәлем достар. Түс шору каналымызға қош келдіңіздер. Әдеттегідей сіздерге түс шору жайлы видеомызды арнаймыз. Бүгінгі тақырып түсіңізде аю көрсеңіз деп аталады. Ең алдымен каналға тіркеліп, видеомыз ұнап жатса, лайк, комментарий жазуға ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Түс шорушы ғалымдардың айтуынша, түсіңізде аюды көру сіздің бір нәрседен қорқып жүргендігіңізді білдіреді деген. Сондай-ақ түсіңіздегі аю көп уақыттан бері жалғасып келе жатқан дұшпандықтың белгісі, ал қара түсті аю болса, өмір бойғы дұшпаныңыз. Егер түсіңізде аюмен шайқасып, сол аюды өлтірсеңіз, дұшпаныңызды жеңетіндігіңіздің белгісі. Ал егер жеңіліп қалсаңыз, қаржылай қиындыққа тап боласыз. Түсіңізде аюдың сізден қашып бара жатқанын көрсеңіз, басыңыздағы қиыншылықтардан құтыласыз дегенді білдіреді. Егер сіз түсіңізде аюдың апанына кірсеңіз, өте қуада мен тұрмыс құратындығыңызды білдіреді. Түсіңізде ұйықтап жатқан аюды көрсеңіз, сізге біреуге бір нәрсе айтпас бұрын ойланып сөйлеу керек екендігін білдіреді. Егер түсіңізде сізге аюдың шабуыл жасағанын көрсеңіз, сіздің ашушан адам екеніңізді білдіреді. Түсіңізде ақ аюды көрсеңіз, сіздің сабырлы екендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде билеп жатқан аюларды көрсеңіз, ақмақ адамдармен араласып жүргендігіңізді білдіреді. Достар, осы түс шоуымыз ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыз. Сондай-ақ каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.